Кайырлуу күн достар, бүгүн сиздермен Pixsoft және мен Максат. Бүгүн биз сиздермен Prof SMM онлайн платформасына шолуу жасайтын боламыз. Жалпы өзүнүн аты айтып тургандай Prof SMM, мында SMM-ге байланыштуу курстар бар. profsmm.kz деп кирген кезде осы платформанын кирүү бетине түсөбүз. Мында тиркелүү жок, тек гана өзүнүн аккаунту бар колдонуучулар гана платформага кире алады. Бизде аккаунт бар, кирип көрөйүк платформага. Ол үчүн логинибизди жазабыз. Логин ол биздин номерimiz, астына купуя сөз жазабыз. Кирүү батырмасын басабыз. Міне кірген бетте біз жалпы курстардың бетіне түстік. Сол жағында меню орналасқан. Мұнда менің курстарым беті бар, сұрақ жауап беті бар және ережелер беті бар. Оң жақта жеке кабинетімізге өтсек болады. Аккаунт дегенді басып және де шығу батырмасын басып, платформадан шығып кетсек болады. Қазіргі кезде бұл платформада бір ғана курс бар, яғни Prof SMM курсы. Басатын болсақ, осы Prof SMM курсының жалпы модульдарының бетіне түсеміз. Қазір бұл жерде бізде 10 модуль бар. Кіріспе модулі, парақша упаковкасы деген сияқты модульдің жанында өзінің баннері болады, тақырыбы болады және де сабақтарды көру батырмасы. Кез келген біреуін ашатын болсақ, сабақтарды көру. Кіріспе модулінде бізде 3 сабақ бар екен. Яғни курстың мақсаты, SMM жайлы, курс ережесі мен сабақ барысы деген сияқты. Сабағын ашатын болсақ, осы модульдің міне сабақтың тақырыбы тұрады. Астында ақпарат тұрады. Спикер Балнұр ханым деп тұр. Және де сабақтың видеосы. Астында пікір қалдыратын блок бар. Осы сабаққа байланысты пікірлер қалдырсаңыздар болады. Арқа қайтып басқа модульдарына кіретін болсақ, мысалы екінші модуль копирайтинг. Бұл модульда бізде 5 сабақ бар екен. Кез келген сабақты ашатын болсақ, тоже жаңағыдай тақырыбы, описаниясы, видеосы бар. Және де бұл сабақта қосымша материалдар жүктеу батырмасы бар екен. Яғни бұл сабаққа өзі осы сабаққа байланысты материал қосылған. Жалпы бұл жерде айтыла кететін жайт, бұл платформаның өзінің админка бөлімі бар. Ол бөлімнен жалпы осы платформаны басқарса болады. Яғни сабақтарды қосып, курстарды қосып, модульдарды қосып, және де оларды өзгертіп, өшіріп отырса болады. Сонымен қатар қолданушыларды да сол админка бөлімінен қосылады. Бұл бөлімді өкінішке орай сіздерге көрсете алмаймын. Бұл шолуда егер сіздерге админка бөлімі, осындай платформалардың админка бөлімі қалай жұмыс жасайтыны қызық болса, осы видеоның астында біз өзіміздің данныйларымызды қалдырамыз. Телефон номерімізді, сайтымызды сол жаққа кіріп, тегін консультацияға жазылсаңыздар болады. Сіздерге осы платформа жайлы, және де платформаның админкасы қалай жұмыс жасайтыны жайлы толықтай ақпарат беріп, сіздерге көрсетіп бере аламыз. Ары қарай жалғастырайық ендеше шолуымызды. Сонымен қатар менің курстарым бетіне өтсек, біз өзіміздің сатып алған курстарымызды ғана көре аламыз мұнда. Сұрақ жауап беті бар. Жалпы қалай жұмыс жасайды деген сияқты. Ережелер беті әлі салынбаған. Платформадан шығатын болсақ, қайта вход страницасына өтеміз. Достар, бүгінгі шолу осымен аяқталды. Егер сіздер эксперт маман немесе инфобизнесмен болсаңыздар, осындай платформа сіздерге қажет болса, сабақтарыңызды осылай қауіпсіз етіп өткізгілеріңіз келсе, бізге жазыңыздар. Сіздерге осындай сіздердің талаптарыңызға сай кез келген платформаларды жасап бере аламыз. Бүгінгі шолуымыз осымен аяқталды. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Сау саламатта болыңыздар.